Ассаламу алейкум достар. Бүгін біз сіздерге осындай орамалдың тігілу жолын көрсетеміз. Сонымен орамалымызды бастаймыз. Ол үшін бізге керекті мата креп шифон матасы. Бұл орамалдың алдыңғы бөлігі. Екі түрлі түс қолданамыз. Ұзындығын 33 см, енін 10 см етіп аламыз. Және екінші түсті де ұзындығы 33 см, ені 10 см етіп аламыз. Мен алдын ала уақыт алмас үшін қиып дайындап қойдым. Екі түстен де 3-3 данадан дайындап аламыз. Енді орамалымыздың артқы бөлігі. Ұзындығы 25 см, ені 24 см. Екіге бүктеп тігеміз. Бұл орамалымыздың жоғарғы бөлігі. Диаметрі 34 см. Және де резинка ұзындығы 10 см. Орамалымыздың екі жағына айналдырып орап тағу үшін сетка материал, тор материал, моншақталған арнайы. Ұзындығы 1 метр, ені 28 см. Осындай етіп екеуін қиып аламыз. Осымен бізге керек заттар болды. Енді орамалымызды тігуге кірісейік. Алдымен орамалымыздың алдыңғы бөлігін дайындап аламыз. Менің матамның материалы жұқа болғандықтан екі қабаттап істеймін. Бірінші түсімізді мына шетінен былай қарай 6 см белгілеп аламыз. Екінші түсімізді де екі қабаттаймыз. Сосын бір-бірінің үстіне қоямыз. Қойған кезде манағы белгілеген 6 см жермен екінші түсімізді бірге келтіреміз. Сосын мына жері келу керек, және де үшінші мына жерін келтіреміз. Мына бұрышымен қиылысу керек. Мына бұрыш мына жермен қиылысу керек. 6 см белгілеген жерімізбен мына жері қиылысу керек. Осыны инемен қыстырып аламыз. Осылай қыстырып аламыз. Қозғалып кетпес үшін. Енді екінші түсті алып үстінен қоямыз. Үстінен қойып, осы жерді ұзыннан тігіп шығамыз. Осылайынан ұзыннан тігіп шығамыз. Сосын ашамыз. Ашып, үстінен тігісін жатқызып тігіп шығамыз. Екінші матаның тігісін басып, жатқызып тігіп шығамыз. Мінекей осылай тігісін басып тіктік. Енді келесі кезекпен қайталаймыз. Ақ түсімізді ақтың үстіне қойып тігеміз. Ұзыннан тігіп шығамыз. Ақтың үстіне ақты тігіп шықтық. Екінші қойған ағымызды алға қарай сәл 1 см ағыстырып тігеміз. Сонда мына жағы 1 см кемейді. Сосын ашып, үстінен тігісін бастырып тігіп шығамыз. Енді екінші түсімізді тігеміз.
Бұл үшінші қатар, соңғы қатар ұзыннан тігіп шығамыз. Ұзыннан тігіп шықтық. Енді ашып, тігісін бастырамыз. Енді ақтың соңғы қатарын тігеміз. Бұны да алға 1 см жылжытып, тек қана ақты 1 см жылжытып отырамыз алға. Жылжытып тігеміз. Ұзыннан тігіп шығамыз. Бұл соңғы қатар. Осымен орамалымыздың алдыңғы бөлігі дайын. Енді орамалдың ортасын белгілейміз. Ортасын белгілеп, алдыңғы бөлігіміз 44 см шығу керек. Сол үшін мына жағынан 22 см, мына жағынан 22 см белгілейміз. Осылай белгілеп, сызып аламыз. Тіке қылып сызамыз. Артық жерін қиып тастаймыз. Енді үстіңгі бөлігін қиямыз. Үстіңгі бөлігін сәл шеңбер тәріздес етіп, дөңес етіп сызып аламыз. Осымен орамалдың алдыңғы бөлігі дайын. Енді артқы бөлігін 2 қабаттап 1,5 см-дей тігіп шығамыз. 1,5 см-дей тігіп шықтық. Енді соған резинамызды өткіземіз. Екі жағын резинамды бекітіп тігіп шығамыз. Мына бөлігі мен мына бөлігін тігіп шығамыз. Енді орамалымыздың бір шетіне сетка матамызды инелермен қадап шығамыз. Жоғарғы бөлігінен 1 см-дей қалдырып, сеткамызды қайырып аламыз. Қайырып, жоғарғы бөлігінен 1 см-дей қалдырып, инемен қыстырамыз. Сетка матамызды складка жасап, қайырып, инемен қыстырып шығамыз. Үстінен мана дайындаған орамалымыздың артқы бөлігін қойып, тігіп шығамыз. Үстінен бастырып тіктік. Сонда сетка матамыз мынандай болып қайырылып тұрады. Енді екінші бөлігінде дәл солай қайталап, сетка матамызды складка жасап, инемен бекітіп, үстінен екінші бөлігін тігіп шығамыз. Мінекей осындай болды. Мынау екі жағы айналдырып тағады.
байлап тағуға. Алдыңғы бөлігі. Артқы бөлігі. Іші зигзагтап тігесіз. Енді орамалдың жоғарғы бөлігін тігеміз. Шеңберімізді алып, алдыңғы бөліктің бірінші басынан бастаймыз. Алдыңғы бөліктің бірінші басынан бастап, аяғы аяқталғанша тігеміз. Алдыңғы бөлік біткенше тігеміз. Артқы бөлігін тікпейміз. Артқы бөлікті ортасын белгілеп қиып аламыз. Шеңбердің де ортасын белгілейміз, тігілмеген бөлігін. Белгі жасап аламыз. Енді осы жасалған белгіні бір-бірінің үстіне артқы бөлігі мен төбесін қосып инемен бекітеміз. Инемен бекіткен соң складка жасап, шеңбер үлкен болғандықтан шеңберді складка жасап артқы бөлікке бекітіп шығамыз инемен. Енді дәл солай мына бетін осы складкаға қарама-қарсы етіп бекітеміз. Осылайынан бір-біріне қарама-қарсы складка жасап бекітіп шығамыз. Енді үстінен тігіп шығамыз, айналдырып. Мінекей тігіп шықтық. Бұл ішкі беті. Сыртынан осындай көрініс болады. Осымен орамалымыз дайын. Сонымен достар, келесі кездескенше сау болыңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар. Және достарыңызды біздің каналға жазылуға шақырыңыздар.